Елбасы болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласында ғаламданудың жаһандық жүйесіне еніп, 21 ғасырдың талаптарына дағдыланудың қамына кірісу сапалы табыстың кілт екенін атап өткен болатын. Өркениетті ел болу жолында үш тілде білім беруді ілгерілете отырып, келешек ұрпақтың бойына заманауи білім мен көшбасшылық қабілетін сіңіру қажет. Семей қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі 2009 жылдың 13 қыркүйегінде ашылған. Білім ошағы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен құрылған Қазақстандағы 21 мектептің бірі. Жаңа бағытта мектеп ашу елбасының білім беру жүйесінде жасаған маңызды реформалардың бірі екені баршамызға мәлім. Ғылым, экономика және саясат саласында дарынды балаларға арналған еліміздегі ең үздік білім ордасы. Қазақстанның 21 ғасырдағы қарқынды әлеуметтік экономикалық дамуы, техникалық, басқарушылық және көшбасшылық құзыреті жоғары деңгейдегі мамандарға аса қажеттілікті тудырды. Сондықтан 2008 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бойынша зияткерлік мектептер құру жөніндегі жоба қолға алынды. Осы жылда алғашқылардың бірі болып мектеп Алаштың астанасы Семей қаласында ашылған болатын. Назарбаев зияткерлік мектептерін ашу туралы өзінің ойын айтқан кезде, сол кезде бірден айтқан. Яғни бұл мектептерді ашу мақсаты мына бүкіл әлемдік білім беру кеңістігіне қазақстандық білім жүйесін кіріктіру. Және Назарбаев зияткерлік мектептері сол бағытта эксперименталдық алаң ретінде ол ашылған. Енді қазір біз әрине ол эксперименттік алаң ретінден толық ол миссиямызды орындадық. Ары қарай тәжірибе таратып дамытып жатырмыз. Сапалы білім, үш тілді орта, болашақ көшбасшы дайындау бұл мектептің нағыз ең басты миссиясына айналған. Қазіргі таңда Семей қаласында 700-ге жуық оқушылар білім алуда. Білім беру ордасында ұлттық тәрбие мен тарихи құндылықтар бірінші орында, академиялық бағыт бойынша алдыңғы қатарлы көшбасшы мектептердің бірі болып үлгерген. Жас болса да, бас болуға үйрететін ұстаздардың біліктілігін, әлемдік деңгейдегі ұтқыр әдістемелерді меңгергенін, оқушылардың жүзеге асырған жобаларына қарап айтуға болады. Ұрпақтың игілігі үшін жасалған жақсылық елбасының ерен еңбек екені сөзсіз. Елбасымен мен жеке былай кездескен емеспін, бірақ та сіздер білесіздер, Назарбаев зияткерлік мектептеріне жалпы 10 жыл болған кезде үлкен бір шара өтті. Сол кезде елбасымыз сол шараны ашып, соның ішінде болдық. Жалпы ол шарадан біз үлкен әсер алдық. Ол кісінің ары қарайғы идеяларында қалай бағыттау керек, сол туралы көп жаңағы мәлімет алып, өзіміз қанағаттанып қайтқанбыз.